Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода сары майдың пайдасы бар ма, әлде зияны бар ма? Сол туралы әңгіме өрбітпекпін. Сары май кез келген адамның күнделікті рационының ажырамас бөлігі. Сары майдағы холестериннен қорқып, оны өсімдік майлармен алмастырған жандар неден қорғалады? Сары майдың пайдасы қандай? Достар, видеоны жалғастырмас бұрын каналға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Себебі бұдан кейінгі шығатын пайдалы ақпараттарды жіберіп алмайтын боласыз. Сары май сүт майының концентраты болып табылады. Ал май бірінші кезекте жылудың қайнар көзі. Майдың бұл қасиеті әсіресе суық кезеңде пайдалы. Әрине, сары май калориялығы өте жоғары. 100 граммда 730 кал. Оған қоса майлары ағзаға оңайлықпен сіңеді. Бірақ сары майдың бұл қасиеттерін де өзіміздің пайдамызға асыруға болады. Таңғы ас құрамына дәстүрлі нан мен май бутерброды өте орынды. Бұл тіпті арықтап жүретін қыздарға да артық болмайды. Күніне 30 граммнан артық емес май сіздің салмағыңызға еш әсер етпейді. Дәрумендер. Сары майдағы А, Д, Е, К дәрумендері терінің жұмсақтығы, шаштың әдемілігі, тырнақтың саулығына үлкен әсер етеді. Мысалға айтсақ, А дәрумені майлардың арасында тек осы сары майда бар. Күніне желінген 50 грамм май көз бен сүйек саулығына кепіл бола алады. Иммунитетті жақсартатын майды суық маусымда 60-70 граммға дейін көбейткен дұрыс. А дәруменіне байланысты май тыныс мүшелерінің ішінен майлап жөтелді емделуді тездетеді. Ал Е дәрумені қан тамырларын тазалап берік қылады, шаршағандық сезімін басады. Көңіл күй. Бәрімізде шоколад құрамында бақыт гормоны серотонин бар екендігін білеміз. Алайда бұл гормон сары май құрамында да бар екендігін біле бермейміз. Серотонин тек көңіл күйді көтеріп қана қоймай, ұйқыны реттеп, ауру сезімін аштықты баса алады. Ми жұмысы. Сүттің майлары адам ағзасындағы жасушалар алмасуы үшін өте маңызды. Бұндай қосылыстар әсіресе мида көп. Сары майдан толықтай бас тарту ми жұмысындағы қиындықтарға әкеле алады. Бұл ақыл-ой өріске зиянын тигізуі мүмкін. Холестерин. Холестерин ұғымын бұрыннан бері денсаулыққа зияны бар зат деп санаймыз. Бірақ қажетті мөлшерде холестерин ағзамызға өте қажет. Ағзаның холестериндегі қажеттілігін басу үшін сары майды күніне 30 грамм шамасында қабылдау керек. Әйел ағзасында холестерин жетіспеген кезде бұл оны бедеулікке алып келеді. Оған қоса майды аз тұтыну менопауза уақытын жақындата түседі. Өзінің тамақ рационына қажетті мөлшерде сары май қосқан адамның асқазанындағы кішкентай жаралар жазыла бастайды. Сондықтан асқазаны ауыратын адамдарға сары майдан бас тартпаған жөн. Сары май минералды заттарға бай тағам. Оның құрамында калий, фосфор, кальций, натрий, селен, магний, темір, мырыш, мыс және марганец бар. Оған қоса кейбір түрлерінің құрамында А, Е және К дәрумендермен қатар ПП, В1, В2, В5 және Д дәрумендерінде кездестіруге болады. Дей тұра, сары майдың құрамындағы май үлесі адам ағзасына қажетті шамадан 2,5 есе көп екендігін ескеру керек. Осы жағдай холестеринге де қатысты. Сары майдың зияны. Сары май дене салмағы артық адамға әлбетте зиянын тигізетін тағам. Сүт өнімдеріне, оның ішінде сиыр сүтіне аллергиясы бар жандарға сары майды тұтынбаған абзал. Сары майдан аулақ болудың тағы бір себебі оның құрамындағы холестерин мөлшерінің тым жоғары болуы. Сары майдың ағзаға қажетті мөлшері. Сары майдың зияны мен пайдасын бір таразы басына қойсақ, пайдасы басымдырақ екеніне көз жеткізуге болады. Сары майда мүлдем бас тарту денсаулыққа айтарлықтай зиянын тигізеді. Бірақ егер сіз күнделікті тамақ рационына 30 грамм сары майдан қосатын болсаңыз, бұл сіздің сымбатыңызға еш қауіп төндірмей, ағзаңыздың сау болуына көмектеседі. Сары майдың денсаулыққа пайдасы әлі талқылануда. Сары майды кілегейді бөліп, көпірту арқылы алады. Сары майды негізінен сиыр сүтінен жасайды, бірақ кейде ешкі, топыз, тағы басқа. Негізінде сары май сүт майы. Сары майдың тамақтанудағы пайда болу тарихы.
Сары май туралы алғашқы ескерту біздің дәуірімізге дейінгі 3-ші мыңжылдықтың ортасында кездеседі. Ежелгі Месопотамия аумағында табылған тақтайшаларда сары майды дайындау көріністері бейнеленген. Яғни, бұл өнімнің жасы кемінде 10 мың жыл. Шотландия мен Ирландияда батпақ майы кейде шымтезек батпақтарында кездеседі. Ежелгі адамдар оны теріге, ағаш шелектерге май салып, шымтезек батпақтарына көмген. Төмен оттегі мен жоғары қышқылдықтың арқасында шымтезек батпақтары мұнайды ұзақ уақыт бойы жақсы сақтайды. Индуизмде сары майды ошақ құдайына сый ретінде ұсынады. Христиан дінінде мұнай туралы ескі өсиетте Құдайдың елшілеріне сыйлық ретінде айтылады. Майдың құрамында қаныққан майлар бар. Олар ірімшікте, сүтте, майлы етте де кездеседі. Диетада майлардың болмауы қауіпті, өйткені олар гормондардың синтезі үшін қажет. Сары майлар да энергияның тамаша көзі болып табылады. Сары майдың бай құрамы бар. Токоферолдар, каротин, Д дәрумені. Токоферолы жасушаларды бас радикалдардан қорғайтын антиоксиданттар болып табылады. Олар сондай-ақ қартаю процесін баяулатады. Д витаминінің күннің әсерінен синтезделеді, бірақ көптеген аймақтарда бұл жеткіліксіз. Осыған байланысты денеде тапшылық дамуы мүмкін. Бұл витамин кальцийді сіңіру және күшті иммунитет үшін маңызды, сондықтан оны тамақтанда алу керек. Сары майды тамақ дайындауда қолдану. Сары май негізінен басқа өнімдермен бірге қолданады. Кейбір аймақтарда май диетаның негізі ретінде қызмет етеді. Мысалы, Тибетте сары майды тұздалған шайға қосады. Сонымен қатар онымен араластырып жейді. Польшада әшекейлер сары майдан қалыптасады, ал пасха үшін май қозылары жасалады. Сары майды қалай таңдауға және сақтауға болады? Қаптамаға назар аударыңыз. Спред немесе сүт майы бар өнім емес, сары май көрсетілуі керек. Құрамда консерванттар мен басқа қоспалар болмауы керек. Фольга орамы өнімді жақсырақ сақтайды. Май құрамына келетін болсақ, табиғи майда ол 72,5%-дан басталады. Сонымен қатар, майдың мөлшері әр түрлілікке байланысты өзгереді. Шаруа 72,5%, әуесқойлар 78%, ең майлы 82,5%, балқытылған 99%-ға дейін. Майдың төмен пайызы әр түрлі қоспалардың болуын көрсетеді. Мұндай май шай немесе сэндвич деп те аталады. 1 килограмм сары май алу үшін 20 литр сүт қажет. Сондықтан табиғи өнім арзан болуы мүмкін емес. Арзан сары майдың құрамында өсімдік майлары бар. Сары май ауызда тез ериді. Өсімдік майлары бар өнім керісінше ұзақ уақыт еріп тіске жабысады. Сары майды фольгада, пластиктен немесе керамикалық май ыдысында тоңазытқышта сақтауға болады. Осы жолмен максималды сақтау мерзімі шамамен 1 ай. Сары майды мұздатқышта фольгаға оралған және бөгде иістерді сіңірмейтіндей пакетте сақтауға болады. Бұл пішінде сары май 6 айдан астам, ал 18-ден төмен температурада және жыл бойы қалады. Ұзақ сақтау дәмін нашарлатады. Достар, осымен пайдалы ақпаратым өз мәресіне жетті. Егер де видео ұнаса, лайк басып төменге пікір қалдырыңыз. Міндетті түрде оқитын боламын.